Менің есімім Бақтыва Динара, мен педколледждің студентімін. Колледж кезінде қандай студент болдың? Колледж кезінде мен үздік машықтанушы болдым, және қызық білмеймін не деп айтарымды, бірақ осы мектеп осы колледждің белсенді студенттерінің бірі болдым деп ойлаймын. Енді колледж кезінде сырт келбеті маған. Колледжге келген кезде сырт келбеті ұнады маған. Куликешева Наркизаның. Ең бірінші келген кезде мен оны танымадым, бірақ есімде тақтаға шыққан кезде немесе басқа кезеңдерде оның түр әлпеті мені өзіне баурап алды. Апайдан естімедім, бірақ практика бөлімінен естідім. Ұрысты қағаз өткізуге барған кезде жылатып жіберетіндей сөз айтқан маған. Әлі обидно сол сөзі. Енді жағын сайттар колледж ауласында өзіңде қызықты сәт болған іс-шара болсын, сабақ болсын. Колледж кезінде ең қызықты өткені топтар екінші курс кезінде бір сайысқа қатыстық. Өнер театр туралы сол сайыс ең қызықты болды, өйткені Айдан үйіне барып плов жегенбіз. Сосын қыздармен бір кешке бірге қайтқанымыз сол кез қызық. Ал ең жағымсыз кез Сұлтанбек ағайдың кешіктіріп сабаққа кіргізбей қойған кезі. Енді практикадағы қызық 233-те болған. Ең бірінші кірген кезде мынау не мектеп деп ойланып қалғанбыз, өйткені мен класстан тышқан көргем. Ең бірінші күнде еще. Сөйтіп әрі қарай маған апайдың өзі 4.90 оқытпаған баласын маған әкеп оқыт деген бірінші класс. Содан кейін мен бірінші класс алмаймын деп өз-өзіме уәде беріп, бірақ 101-ші мектепте бірінші класс алып қойған тұғым. Кураторға алғыс айтам және кешірім сұраймыз, өйткені білмеймін, ең нашар топ біз болған секілдіміз өзінше. Бірақ осы 4 жылда жағымды пікірлер айтып, немесе бізді қолдаған үшін рахмет айтамын. Алдағы үлкен жетістіктер тілеймін және оқуда табыс тілеймін. Әрі қарай біздей топтар кездесе берсін. Бұлай айтты жарайды. Енді өзіңді кім көресің болашақта? Өзімді болашақта бұдан да үлкен жетістіктерден көрем. Өйткені мен мұғалімнен үлкен рөлді алатын секілдімін. Себебі бұл мамандықпен жолмен жүре келе таныстым. Бірден осы мамандық ұнайды деп таңдаған жоқпын. Сондықтан мен өзімді болашақта үлкен жетістіктерді аламын деп сенемін. Өзіме сенің интуицияң никогда алдамайды, соны біл. Сосын сен істеген істің барлығы, сен ойлайсың ғой бірдеңе істеймін деп, соның барлығы болады. Алдын ала болжасаң да, басқа қылсаң да, сен қалаған нәрсенің бәрі болады. Соған сен менен кеңес саған. Группаластарыма алдағы 30 жылдық, 10 жылдық, 20 жылдықтарда басымыз бірігіп қосылайық, сол өтініш сендерден. Білмеймін, ешқандай отырысқа бірге бармаппыз. Сондықтан сендерден 5 жылдық болсын, 10 жылдық, 2 жылдықта кездесейік. Барлығымыз түгел. Видеодан тыс? Білмеймін, не айтам. Қазір Мөлдір апайдың сабағы отыр, мен тапсырма істеуім керек. Еще кім апай еді? Ұмытып қалдым. Бимаханова Әсел апай. Соның тапсырмасын істеуім керек. Сондықтан сендерге пока. Мен сендерді жақсы көремін.